Бәріңе сәлем достар, кешегі видеомызға 50 лайктан асырып жинап тастапсыздар. Көп рахмет. Бүгінгі видеомызға да 60 лайкты символы жинайсыздар деп үміттенемін. Лайкты басып беріңіздер, шектеу жоқ қой лайкты. Сол үшін басып тастаңыздар. Бүгін мен сіздерге менің үздік 5 сүйіп көретін ютуберлерім туралы айтатын боламыз. Кеттік. Бесінші орында Нұрлан Қаламов. Ну нахер. Нұрлан ағаны мен 2017-тен бері қарап келемін. Оның түсірген видеолары қатты ұнайды. Мұнда хотя мен тістерім нормальный. Мен негізі шын айтсам, білесіздер, мен улыбкам онша емес екен. Мұнда хотя бы кішкене болса жақсы сияқты. Білемін, бірақ сіздер шешесіздер. Бірақ андай қатты ондай реалистичный емес. Реалистичный емес. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would. Sorry. Иә достар, себебі мен ютубқа алғаш келгенімде қазақ летсплейінен алғаш рет осы Нұрлан Қаламовты қараған болатынмын. Ол неше түрлі ойындарға летсплей, қорқынышты аңыздар және тағы басқа қызықты ойындарға летсплей түсіретін. Кейін ол летсплейді тастап басқа контент түсіріп кетті. Бірақ ол летсплейді мәңгілікке тастаған жоқ. Ол тағы бір арна ашып, сол жерде летсплейді жалғастырып жатыр. Және де ол тағы да арна ашты. Ол жерде тек қана анимациялар түсіреді. Негізі ол анимацияны бұрыннан жасайтын. Иә, орыс арнасында. Ол жерде анимацияның жасалмауына бір себеп кедергі болды. Қазір бұл ол графический планшет менде жоқ, оның ручкасы сынып қалды. Окей. Ал төртінші орында ол Аликизе. Аликизетті неге төртінші орынға қойдың деп сөкпеңіздер. Себебі шынымды айтсам, қазіргі таңда оны көп қарамай кеттім. Себебі ол қазіргі тәні былай түсіріп кетті. Бүгін біздер Тревердің оқиғасын жалғастыратын боламыз достар. Тревер амандасып қой. Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Амансыңдар ма? Ё-майо. Ты чё еще за на? Кешіріңіздер достар, бәлкім сіздерге ұнайтын шығар. Бірақ маған бұлай ойнағаны ұнамайды. Себебі Тревердің дауысы құлағыма жақпайды. Негізі Аликтің видеолары ұнайды, бірақ ескі видеолар. Себебі ол жерде Аликизет мағыналы әрі прикол тығып, кейін олай жасамаңыздар деп Алланы еске алып, керемет ойындарға видео түсіргені ұнайтын. Қазірде ұнайды, бірақ Треверсіз комментатор бола берсе деймін. Ал егер сіздерге Аликтің видеолар әзірде ұнайтын болса, осы видеоға лайкты аямай басыңыздар, көрейік қанша екендеріңізді. Ал үшінші орында кім деп ойлайсыздар? Ол әрине қарапайым бро. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Бек. Бүгін мынау Хан арнасында топ 5 жиі көретін ютуберлері жайында видео шығарыпты. Солардың ішінде мені де Хан өзінің видеосына қосыпты. Таң қалып отырмын. Алғысым шексіз. Хан, саған көп рахмет. Өзіңнің видеоңа мені қосып осылай құрмет көрсетіп жатқаның мен үшін мәртебе. Көп рахмет. Бұл видеоға пост жасайтын боламын. Менің жазылушыларым сені 10.000 жазылушыдан асырып тастайды. Сені танымал қазақ аниматор болуыңа тілектеспін. Әмин. Мен Кюбраны 2018-ден бері қарап келемін. Ол кезде қарапайым бро деген атпен болатын. Ол GTA 5, UFC, хоррор ойындарға летсплей түсіретін. Кейін ол Free Fire'ға алғашқы көзқарас түсіріп көреді. Ол көрермендерге қатты ұнайды, кейін Free Fire ғана түсіріп кетті. Шынымды айтсам, оны көп қарамай кеттім. Менің қарамай кеткенімді біреуден естіген сияқты, ол екінші арна ашып, сол жерде Free Fire емес, басқа да ойындар түсіріп жатыр. Мен сол екінші арнасын көбірек қараймын. Ал екінші орында ол Puzzle арнасы. Мен көбінесе екінші арнасын, яғни Puzzle Life арнасын көбірек қараймын. Себебі ол арнада челлендждер, неше түрлі тағамдарға көзқарастар, тағы басқа да қызықты видеолар көп түсіреді. Монтажды да өте жақсы жасайды. Сондықтан ол екінші орынға лайықты деп ойлаймын. Достар, бүгін міне қуанышты жағдай Нан арнасында, Нан емес, Хан арнасы емес. Хан арнасы ма? Иә, Хан арнасында бізді Puzzle'ды өзінің видеосына
қосып, осылай құрмет көрсетіп жатқанына қуаныштымыз. Қазақ ютубы дамып жатқан Аллаға шүкір. Хан арнасына жаз. Ал бірінші орынға да келіп жеттік. Ол әрине Noni.kz. Иә, Noni.kz'ті мен алғашқы табестен летсплейді осы Noni.kz'тен қараған болатынмын. Noni.kz'тің барлық видеолар қатты ұнайды. Сапалы монтаж, сапалы ойындар, ешбір боғаусыз. Стоим. Короче, по моей команде считаю до 3. После 3 все хором кричим: Рома, көт! Сен бір күнде бір видеомен шайып кеттің. Енді ондай арасында болып қалады. Адам болған соң оқыстан шығып кетті ғой. Ол алты бақан family дейтін банданы құрады. Сөйтіп бәрі бірігіп өте қызықты видеолар түсіріп тұрады. Бәріміздің көңілімізді көтеріп, езуімізге күлкі сыйлайды. Көп рахмет саған Noni.kz және де алты бақан family. Міне достар, мен көп қарайтын топ 5 қазақ ютуберлері осылар. Жарайсыздар. Қазақ ютубында одан әрі дамуларыңызға тілектеспін. Бүгінге осы достар. Бұл видеоға 60 лайк басып тастайық. Мен сіздерге сенемін достар. Қанекей, осы жерден видеомызды аяқтайық. Сіздермен бірге болған мен Хан, сау саламатта болыңыздар. Чао.